үкіметтер емес ұйымдар мерекесі жыл сайын бұл мереке Атырау өңірінде аталып келеді. Бүгінде міне салтанаттық шарамызға үкіметтік емес ұйымдарымыз шақырылып, осындай үлкен шара өтіп жатыр. Жалпы бұл шараның мақсаты Атырау өңіріндегі үкіметтік емес ұйымдардың жұмысын насихаттау және осыны халыққа таныту мақсатында өткізіліп отырған бірқатар шаралар өте көп. Бүгінгі салтанатты шарамызда жалпы үкіметтік емес ұйымдардың бүгінгі күнге дейін өткізген жетістіктерін, жұмыстарын бағалау мақсатында ұйымдастырылып жатыр. Жалпы Атырау өңірінде 800-ден астам үкіметтік емес ұйым тіркелген, соның ішінде 250-ге жуығы белсенді түрде қызмет атқарады. Жалпы Қазақстан бойынша 16 бағыт бойынша үкіметтік емес ұйымдар жұмыс жасайды. Соның ішінде мына Атырау өңіріне дамыған бағыттары бұл бізде экология бағыты, денсаулық бағыты, инклюзия бағыты, мәдениет, қолөнер бағыты деген сияқты бағыттар, өнер бағыты жақсы дамыған.